Қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Дана Мырзакулова. Бүгін сіздермен молочный коктейль жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Молочный коктейльге бізге ностальгия мороженое қажет. Именно бұл емес, любой ақ мороженое бола береді. Ванилин, обычный пакетикте ванилинге қарағанда, осы ванилинді алыңыздар. Бағасы 1300-1400 теңге тұрады. Кондитерлік магазиндерде сатылады. Как дәмі мороженое сияқты вкус береді. Одан кейін кез келген сүтті аласыздар. Енді коктейль жасайтын аппаратымызға дәл мұндай аппарат деген заңдылық жоқ. Кәдімгі блендермен жасасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз. Енді сүтті құямыз. Екеуіне жарт-жарттан сүт құямыз. Одан кейін мороженойымызды біреу-біреуден салып шығамын. Екеуіне де бір-бір мороженойдан қосамын. Кубик-кубиге турап қосып шығамын. Одан кейін ең соңында ванилиннен қосамын. Мороженое қосып болған соң, бір чайный ложкадан ванилинді қосамын. Все. Енді 5 минуттай жақсылап араластырамын. 5 минутқа қосамын. Қыздар, біздің коктейліміз 5 минутта араласты, дайын болды. Енді осылай құйып шығамыз. Мына. Қазір осыдан кейін банановыйын жасап көрсетем. Мына. Ванилинді міндетті түрде соусын қосыңыздар, яғни арзан бір 15-20 теңгелік ванилинді қосатын болсаңыздар, дәмі тура бұндай болмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Баршаларыңызға сәттілік тілеймін.